Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында кептірілген өріктің адам денсаулығына пайдасы туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Кептірілген өрік дәріханаларда сатылатын полидәрумендері бар құтыларда ауыстырылады. Оның құрамында калий, магний, фосфор, темір, бета-каротин, С, Е, В1, В2 дәрумендері, флавоноидтер және басқа да денсаулыққа қажетті заттар бар. Кептірілген өрік құрамында жаңа піскен өрікке қарағанда бета-каротин мөлшері 2 есе, Е дәрумені, калий, кальций, фосфор мен темір 5 есе, тағамдық талшықтар 9 есе, магний 13 есе артық болады. Антиоксиданттар ағзаны еркін радикалдардың қауіпті әсерінен және майлардың артық қышқылдарынан қорғайды. Сондай-ақ иммунитетті көтереді және ісіктердің пайда болу қаупін төмендетеді. Бета-каротин көруді жақсартып, шырышты қабықты қабынудан қорғайды. Кептірілген өріктің тағы бір артықшылығы темір жетіспеушілігінен, яғни анемияны болдырмауға көмектесу болып табылады. Сондықтан дәрігерлер болашақ және жас аналарға күніне бір уыс кепкен өрік жеуді ұсынады. Құрамындағы тағамдық талшықтар тамақтың ішектер арқылы жылдам өтуіне және пайдалы микрофлораның өсуіне көмектеседі. Кепкен өрікті күнде жесеңіз, іш қату секілді жағымсыз проблема болмайды. Сондай-ақ кептірілген өрік майлар ауысуын жақсартып, дене сымбаттылығын сақтауға көмектеседі. Жалпы кептірілген өрікті негізгі тағаммен емес, тіске басар ретінде жеген дұрыс. Бұл жағдайда микроэлементтер жақсы сіңіріледі. Кептірілген жемістерді жемес бұрын 10-15 минут жылы суда ұстау керек.